Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын біздің арнамызға тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мінекей осы күнге дейінгі балапандардың қалпы бүгін 5-ші күн болып жатыр. Жағдайлар өте керемет. 10 балапаннан 1 балапан ғана өліп қалған болады. Қалғандардың барлығы дін аман. Мен кеше көптің сұрақ қойдым, жауап беріп жатыр ғой. Енді тауықтарды тауық қораны ағаштың ішіне сал дейді. Осының ішіне салған дұрыс қой дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар, осының ішіне салған дұрыс па, сыртқа салған дұрыс па, соны жазып кетіңіздер. Бірақ енді бізге уже мынаның ішін жинастырып, летний қора ретінде осының ішіне уже тауық өліп болып жатыр. Тауықтарымды келіп алып кет деп жатыр. Сол себепті осының ішіндегі барлығын бір жақ бұрышқа жинап, ағаштарды сыртқа шығарып, осының ішіне ұстайтын боламыз. Аламандан келсе. Осы мұнда көгершіндер енді бір қалыпты. Ағаштарды да жинастыру керек. Ода бұйыртса бір шамасы өтіп қалды. Енді ішіндегісін алынбай тұр. Енді ішінен алмадық. Енді міне азғантай ағаш қалды. Сосын төбесі қалды. Сосын 4 терезесі бар. Соны алып тастағаннан бұны уже бұзай беру керек қой, короче. Осыны бұзай беру керек. Осының бостастарын алатын шығармын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Айтпақшы тағы да бір сұрақ. 2-де 3-ке қанша бостас кетеді? 2-де 3 қораға. Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сонша тасты осының ішінен біздер алып қаламыз. Тастың қалауы бір қатар тастан қаланады. Жарты қатар емес, бір қатар. Көлденең өтеді. Осылай тұрады ғой. Бір қатар дейтін осылай болады. Осының үстіне 2 тастан түседі, сөйтіп қаланады. Бір тасымыз осылай түседі тек қана. Ол бір тас енді қыста кішкене салқында болады. Жарты таспен қалаған дұрыс. Соның барлығын комментарийға қалдырып кетіңіздер.